балалар құқықтары жөніндегі уәкілетті өкіл ретінде Конституция жобасын талқылау барысында азаматтардан келіп түскен балалардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты өтініштер мен ұсыныстарды ерекше назарда ұстадым. Атап өткім келеді. Балаларға қатысты конституциялық нормаларды түбегейлі қайта қарау қажеттігі жөнінде ұсыныстар іс жүзінде болған жоқ. Керісінше, азаматтардың басым бөлігі қоғамдық ұйымдар мен сарапшылар қолданыстағы балалар құқықтарын қорғауға бағытталған негізгі кепілдіктерді сақтауды қолдады. Маңыздысы, бұл кепілдіктердің барлығы Конституция жобасында толық көлемде сақталған. Сонымен қатар, қоғамдық талқылау барысында балалардың игілігі мен дамуына тікелей әсер ететін бір қатар өзге нормалар бойынша ұсыныстар айтылды және олар Конституция жобасында өз көрінісін тапты. Атап айтқанда, білім беру саласындағы нормалардың мемлекеттің зайырлылық қағидатымен сабақтастыра бекітілу қоғам тарапынан оң қабылданды. Бұл ережелер ата-аналар қауымдастығы мен білім беру ұйымдары тарапынан қолдау тапты. Өйткені олар балалардың жан-жақты, үйлесімді әрі төзімді дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ балалардың сау және қолайлы ортада есіп жетілу құқығын бекітетін жаңашылдықтар және қолдауға ие болды. Бұл нормалар көптеген саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер тарапынан мақұлданды. Әсіресе Конституцияның кіріспе бөлігінде преамбулада мемлекет пен қоғамның болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін бекіту ерекше маңызды деп санаймын. Балалар құқықтарын қорғау саласында бірлесіп жұмыс істейтін ұйымдардың барлығы дерлік бұл бастаманы қолдап шықты. Бұл ұстаным қоршаған ортаны қорғау жөніндегі конституциялық нормалармен өзара үйлесіп, балалардың дамуына қолайлы әрі қауіпсіз өмір сүру ортасын қалыптастыруға бағытталған. Осылайша, біз бұрын Конституцияда нақты көрініс таптаған жаңа тұжырымдамалық тәсілдің қалыптасып отырғанын көріп отырмыз. Бұл тек қазіргі балалардың құқықтарын қорғаумен шектелмей, болашақ ұрпақтың игілігін стратегиялық тұрғыда қамтамасыз етуге бағытталған көзқарас. Аталған өзгерістер қабылданған жағдайда, олар жауапкершілік, экологиялық сана және болашаққа қамқорлық сияқты құндылықтарды балаларды оқыту мен тәрбиелеу жүйесіне енгізуге маңызды құқықтық негіз болады. Осылайша, Конституция жобасы балалардың негізгі құқықтық кепілдіктерін толық сақтай отырып, қоғам сұранысына сай келетін және өскелең ұрпақтың мүдделеріне бағытталған заманауи даму бағдарларын айқындайды.